Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін біз араб костюмы мата түсімен өрнектерін өтетін боламыз. Жалпы арабтардың мата түсімен өрнектері олардың мәдениеті мен ислам өнерінің маңызды бөлігі. Киім мен маталардағы түс пен өрнек сенімге, әлеуметтік мәртебеге, аймақтық ерекшеліктерге байланысты қолданылған. Мата түсі ақ түс тазалықтың, қарапайымдылықтың белгісі. Шөлді аймақтарда күн сәулесін кері қайтаратындықтан жиі қолданылады. Ал қара түс бедел мен салтанатты білдіреді. Әсіресе әйел адамдардың абая киімі көптеп қолданылады. Жасыл түс исламда қасиетті түс болып есептеледі. Жұмақ пен табиғатты бейнелейді. Қызыл, көк, алтын түстер сән салтанат пен байлықты көрсететін түстер болып табылады. Жалпы өрнектерінің ерекшелігі геометриялық өрнектер ислам өнерінде жиі кездеседі. Шексіздік пен тәртіпті білдіреді. Арабеска өрнекті композиция, өсімдік тектес оюлар өрнектің шексіз жалғасуын көрсетеді. Каллиграфиялық өрнектер, Құран аяттары мен дұғалар киімде де сәндік әрі мағыналық мақсатта қолданылған. Мата түрлеріне келер болсақ, олар жібек, зығыр, жүн, климат пен жағдайға байланысты әртүрлі аймақтарда әртүрлі маталар қолданған. Мысалға, шөлді жерде зығыр матасы өте жақсы қолданған, өйткені зығыр матасы өте жұқа әрі жеңіл болып табылады. Арабтардың киіміндегі түс пен өрнектер тек сән үшін емес, терең мағына мен рухани мән беретін элементтер болып саналады. Осымен біздің араб костюміне шолуымыз аяқталды. Сіздерге тапсырма, менің осы салған анықтамаларымды дәптерлерімізге көшіріп аламыз, және де осы араб костюміне бір эскиз салып, әдемі етіп, бояп, осы тапсырманы саламыз. Сау болыңыздар.